кеттік, кешкі вечерге барып қайтайық дейді. Ол басында ұялумен істейді. Жоқ, мен бара алмаймын, ұялам. Неменесін ұяласың, модадан қалып атсың, кеттік. Сосын қысылып барады о жаққа. Қысылып барады. Сосын келесі жолы барған кезде киімді шешуді үйретеді олар. Оларға бәрібір ақырет бар ма жоқ па ешкім білмейді нәрсені. Міне. Содан жаңағындай оған енді сенен басқаша киім ки, әйтпесе жігіттер қарамайды. Сонымен ол әрең дегенде киеді оны. Ұят киімі шешіліп жатыр іштегі. Ол білмейді оны. Сөйтіп барады, бір рет барады, екі рет барады, ұят киімі шешіледі де, ана жақта билеп кетеді. Осылайша Алланы танымайтын жігіттер мен Алланы танымайтын қыздардың арасында арсыздық басталады. Ол арсыздық сияқты емес, ол дамыған заман, ол көз ашықтар,